Қазақстан темір жолы компаниясының Наурызды тойлау концепциясы бойынша бүгін 17 наурыз тарихқа тағзым күні. Бұл күні жұмыскерлердің балалары мұражайға келді, және де мұражайда біз экскурсия жүргіздік. Бүлдіршіндеріміздің қызығушылығы мұражайға жақсы өтті, өйткені викторинадағы сұрақтардың барлығына жауап берді, белсенді қатысты. Оларға кәсіподақ атынан арнайы сыйлықтар бердік, және де қалған бүлдіршіндеріміздің барлығына біз компания атынан сыйлықтар дайындағанбыз, соларды да бердік оларға.